Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті бейне жазбамыз Қызылорда қаласында орналасқан керемет архитектуралық келбетімен тамсандырған өнер орталығы туралы қысқаша мәлімет беріп өтпекпіз. Өздеріңізге белгілі, аймақ басшысының бастамасымен 2024 жыл Сыр өңірінде руханият жылы деп жарияланды. Осы орайда өнер мен мәдениетке қолдау ретінде салынған 1000 орындық өнер орталығының филармония ұжымына пайдалануға берілуі барша сырбойлық өнерпаздарға талантты мен өнерін одан әрі өрістетуге берілген үлкен мүмкіндік болды. Ал 2021 жылы салынып пайдалануға берілген қосалқы ғимарат облыстық филармония филиалы негізінде жыраулар үйі болып қайта ашылды. Қазіргі таңда филармонияның жанынан құрылған 13 өнер ұжымы түрлі бағытта жемісті еңбек етіп келе жатыр. Осынау үлкен өнер ұжымының жетістіктері жыл бойы атқарған жұмыстары да жетерлік. Мысалы, өткен жылы солистер мен техникалық мамандар Италия, Белоруссия елдерінде біліктілігін арттырса, биыл да бұл жоба жалғасын тауып, классикалық орындаушыларымыз Италия мемлекетінде шеберліктерін шыңдап, арнайы сертификат иегері атанды. Өнер әлемінде өзіндік орнын қалыптастырған сырдың талантты перзенті өз ұстаз, өзі дирижер Келумжай Шалтақбайұлы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды. Ғимарат өнер орталығы 2024 жылы Қызылорда облыстық филармониясына пайдалануға берілді. Міне қазір 1 жылдан аса көлемде осынау үлкен аймақ басшысының қолдауымен салынған ғимаратта өнер және руханият мамандары, өнер қызметкерлері, мәдениет қызметкерлері жұмыс жасап келе жатыр. Бұл филармонияда 13 өнер ұжымы бар. Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрі, облыстық симфония оркестрі, Тұран триосы, эстрадалық орындаушылар ұжымы, Томирис би ансамблі, Аяру заманауи би ансамблі, классикалық орындаушылар және әдемі балалар театр студиясы бар. Міне дәл қазір 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары күніне арналған концертке облыстық симфония оркестрінің дайындығы жүріп жатыр. Осы көрермен үшін әрдайым есігіміз ашық. Келіңіздер, руханият ордасына қонақ болыңыздар. Тағы айтақ кетерлігі, материалдық техникалық базаны жақсартуға жергілікті бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, өнер орталығының сахнасы заманауи техникалардың озық үлгілерімен жабдықталды. Өнер ұжымдары мен жеке орындаушыларға концерттік костюмдер тігіліп, музыкалық аспаптар алынды. Осы жылдар аралығында филармониядан жаңадан шығармашылық ұжымдар ашылды. Атап айтқанда, 2014 жылы сыр елі мәдениеті тарихында тұңғыш рет камералық оркестр құрылды. Көрермендердің контингентін көбейту, оқушылардың мәдени шараларға қолжетімділігін арттыру мақсатында 2016 жылы әдемі балалар музыкалық театр студиясы ашылды. Жалпы алғанда, тұтас өнер орталығында 400-ден астам қызметкер саланы жан-жақты дамыту бағытында жүйелі жұмыстар жасауда. Айта берсем, филармонияның ауыз толтырып айтарлықтай жеткен жетістіктері көп. Әрине, бұндай ауқымды жұмыстардың басым көпшілігі аймақ басшысының, облыстық мәдениет басқармасы басшысының қолдауымен жүзеге асты. Алдағы уақытқа филармония ұжымына үлкен жауапкершіліктер жүктелді. Ол жауапкершіліктерді бұдан да жоғары деңгейде атқарамыз деген сенімдеміз. Осы ақпараттарға және түсірілімге рұқсат берген Марлен мырзаға және пресса құрам мүшесі Құралай ханымға зор алғысымызды айтамыз. Төл өнеріңіз дами берсін. Болашақта өнерлі талантты жас өспірімдер, жас таланттар осы өнер орталығынан шыға берсін. Құрметті көрермендер, егер біздің еңбегіміз, беріп жатқан ақпараттарымыз сіздерге пайда келтіріп еңбегіміз ұнап жатса, арнамызға, қазақ тілді арнамызды қолдап, тіркеліп, бағалап өтіңіздер. Рахмет.